Осы сабаққа дейін біз негізінен алгоритмдерді өлшеп үйрендік. Енді біз тізімде берілген сандарды сорттап үйренейік. Ол үшін бірнеше алгоритм қолдансаңыздар болады. Қазірше біз көпіршікті алгоритмді қолданып үйренейік. Ол ең қарапайым сорттау алгоритмі. Мәселен, берілген сандарды өсу ретімен сорттау үшін келесі іс-әрекеттерді орындау керек. Ең бірінші сол жағынан бастап есептейік. Бізге берілген 6 және 2 бірінші, екінші тұрған сандарды бір-бірімен салыстырамыз. Егер олар өсу ретімен орналаспаған болса, олардың орнын ауыстырамыз. Келесі екі санды қараймыз. 6 және 4. Оларды бір-бірімен салыстырып, егер олар өсу ретімен орналаспаған болса, олардың да орнын ауыстырамыз. Міне осылай ары қарай 6 мен 9-ды бір-бірімен салыстырамыз. Олар өсу ретімен тұр. Сондықтан біз келесі көрші элементтерге көшеміз. Мәселен, 9 мен 3-ті салыстырамыз. Екеуі өсу ретімен тұрған жоқ. Сондықтан біз 3 пен 9 орнын ауыстырамыз. Келесі сандар бізде 9 мен 1, екеуінің орнын ауыстыру қажет. 9 мен 7, екеуінің орнын ауыстырамыз. Міне осылай біз тізім элементтерін сол жақтан бастап оң жақына дейін бір рет жүгіріп шыққан кезде тізімдегі ең үлкен элемент тізімдегі ең соңғы элемент ретінде шыға келеді. Сонымен біз біздің тізімді екі бөлікке бөліп қарастырсақ болады. Яғни қараңыздар. Ол 9 өз орнына түсті деген сөз. Бұл тізімнің сортталған бөлігі деп қарастырайық. Ал сол 9-ға дейінгі сандарымыз әлі сортталмаған болып тұр. Яғни олар өз орнына түскен жоқ. Сондықтан біз көпіршікті алгоритмнің операцияларын бірнеше рет қайталауымыз қажет болып тұр. Бірінші, екінші элемент, яғни 2 мен 4-ті бір-бірімен салыстырамыз. Егер олар өсу ретімен орналасқан болса, олардың орнын ауыстырудың қажеті жоқ. Келесі операция 4 пен 6 элементтерін бір-бірімен салыстырамыз. Олар да өсу ретімен орналасып тұр. Келесі элементтер 6 мен 3 өз орындарында тұрған жоқ. Яғни біз бұлардың орнын ауыстыруымыз қажет. Келесі 6 мен 1 екеуі өсу ретімен орналасып тұрған жоқ. Яғни олардың орнын ауыстырамыз. 6 мен 7 өз орындарында тұр. Сандардың орнын ауыстырудың қажеті жоқ. Міне осылай біз тізімді солдан оңға қарай тағы да бір рет жүгірген кезде, яғни екінші рет жүгірген кезде, екінші үлкен сан өз орнына түсті деп есептеуге болады. Сонымен біз операцияларды қайтадан басынан бастаймыз. 2 мен 4 өз орындарында тұр. 4 пен 3 орындарында тұрған жоқ. Олардың орындарын ауыстыру қажет. 4 пен 1 орындарын ауыстыру қажет. 4 пен 6 өз орындарында тұрғанын көріп тұрмыз. Яғни бұл тізім элементтерінен сол жақтан оң жаққа дейін 3 рет жүгірдік. 3 элементіміз өз орнына түсті. Келесі қадамды тура солай орындай береміз. 2 мен 3 өз орындарында тұр. 3 пен 1 өз орындарында тұрған жоқ. Орындарын ауыстырайық. 3 пен 4 өз орындарында тұр. 4 элементі өз орнына түсті деп қарастырамыз. Өйткені біз 4 қадам орындадық. Келесі 2 мен 1 өз орнында тұрған жоқ, ауыстырдық. 2 мен 3 өз орындарында тұр. 3 элементі өз орнына түсті. 1 мен 2-ні салыстырамыз. Өз орындарында тұр. Сонымен бізде 2 элемент болғандықтан біз осы жерде алгоритмді тоқтатсақ болады. Біздің элементтер өсу ретімен сұрыпталды. Тура осы берілген сандарды сызықша ретінде қарастырып, көпіршікті сұрыптау алгоритмін тездетіп орындатып көрейік. Бұл алгоритмде неліктен көпіршікті алгоритм екенін енді байқаған шығарсыздар. Сонымен көпіршікті сұрыптау алгоритмін Python тілінде бірге жазып көрейік. Ол үшін бізге мынандай тізім берілген. Data ішінде 7 элемент бар. Көпіршіктік сұрыптаудың кодын жазайық. Ол үшін бізге 2 цикл қажет. Сыртқы цикл I in range len data, яғни біздің тізімнің ұзындығына шейін жүгіреміз. Ал ішкі циклде for j in range len data -1-ге дейін жүгіреміз. Мұнда не үшін -1 екенін салыстыру кезінде түсінуге болады. Яғни біз бұл жерде салыстыруды if арқылы жасаған кезде қараңыздар. Тұрған бірінші элементті екінші элементпен, яғни j элементін j плюс 1 элементмен салыстырған кезде біз мына -1-ді қолданып жатырмыз. Яғни бұл арқылы біз индексіміз тізімнің сыртына шығып кетпейтініне кепіл болып отырмыз. Ал енді қараңыздар. Бірінші элемент, яғни j-ші элемент келесі элементтен үлкен болатын болса, біз өсу ретімен сұрыптап жатқан болатын болсақ, бұл элементтер өз орнында тұрған жоқ деген сөз. Яғни біз бұлардың орындарын ауыстыруымыз керек. Яғни Python тілінде ауыстыру үшін мына келесі жолды жаза салсақ болады. Яғни j-ші элементтің орнына біз жазамыз j плюс 1-дің мәнін, ал j плюс 1-дің мәнінің орнына біз жазамыз j-дің мәнін. Яғни data j мәні жазылады.
Міне көпіршікті сорттауымыз осымен бітті десек болады. Енді экранға нәтижені шығарып көрейік. Ран батырмаса. Міне осылай біз шешімді таптық. Біздің берілген сортталмаған тізіміміз өз орындарына түсті. Енді сіздерге сұрақ болсын, сіздерге жұмбақ болсын, мына жерде кішкене оптимизация жасауға болады екен. Ол үшін мен мына жерге -i деп жазып кетсем болады. Мынау айдың қызметі қандай? Және оны не үшін қолдану керек? Әйтпесе, қолданғанның пайдасы бар ма? Әрине бұл айдың мәні негізінен бізге жаңағы анимация көрсеткендей тізімді екі бөлікке бөлуге көмектеседі. Яғни сол жақтан оң жаққа дейін жүгіргендегі қадамымызда ең үлкен элемент өз орнына түседі дедік. Сондықтан оны қайта-қайта тексерудің қажеті жоқ болғандықтан біз мынау ай арқылы әрбір қадам сайын сонша элементті тексермей қалдырып кете берудің мүмкіндігін қарастырып отырмыз. Міне осылай біз көпіршіктік сорттауды қарастырып шықтық. Келесі видеода іздеу сорттау алгоритмдерін ары қарай жалғайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыз.